мама деп кіріп келе жатса, мен не істеймін, бірінші қадам не болады деп елестетемін да. Может, бәлкім сол жерде жүрегім жарылып өлерім екен деп. Сол жерден тоқтайыншы, басқа. Бір көргеннің өзі қазір. Бір көргеннің өзі жеткір шығар деп ойлаймын. Басқа. Анар Құлзақова жүрегінің жолыметі. Нариманың күткеніне биыл 5 жыл. Жалғыз ұлы шатақ шариғаттың шырмауына шаталып, Шам жеріндегі содарлардың сапынан бірақ шықты. Не тірі, не өлі белгісіз. Ана жаққа кеткенде әйтеуір анда-санда жазып, сөйлесіп тұратын, соған қуанатын. Қазір сөйлеспектігінен жоқ, вообще ештеме жоқ. Қатты сағындым баламды. Бұл Нариманның Түркияда жүрген сәті. Әлі шекарадан өте қоймаған. Жұбайы мен ұлы Сейфолланы Стамбулға алдыртып, ал анасын оразаның соңғы 10 күнін мешітте өткізем деп алдапты. 2015-те кетіп қалды. Ақша беріп жатыр бізге деді. $100 әйеліне, өзіне, балаға $50. Мен айтам, ол ақшаны бет алды бермейді ғой адам, оның да өтеуі бар. Оңайлықпен ақша табылмайды деп соған мәз болады. Жарты жылдай связға шықпай қойды. Сөйтсем ана не деймін. Сол боевой дочкаға тастаған екен. Сол берген ақшалар бар, өз өмірімен өтеді соны. Азап тартқан ана баласының адасуына ортасын кінәлайды. Күреспен айналысқан Нариман 2013 жылы шеберлігімді шыңдаймын деп Санкт-Петербургға аттанып, сол жақтан өзгеріп келген. Діннің сыртқы формасын қабылдап, келіншегінде тұмшалап тастапты. Ата-бабаларымыз Абу Ханифа мазхабын ұстанып келе жатыр, олар соны мойындамайды. Сүйінетін нәрселері өзінің бір танысын осылай айтты. Олар соларға бір тікелей сенетті, бір оларды тексермей. Бірақ имамдарға келетін болсақ, олар имамдарды егжей-тегжей тексере бастайды. Жалған идеологиямен күресу, тек ақиқи идеологиямен ғана біз күресе аламыз. Анар Құлзақованың келіні мен немересі елге оралды. Ал Нариманна жарықшақ тиіп, бақилық болған деседі. Бірақ бұл фактіні растайтын не сурет, не құжат жоқ. Мен қандай ақыл айта аламын? Өзім баламды ұстай алмасам жерде. Әйтті өзім дұрыс тәрбие бере алмадым шығар. Жұмыс деп жалғыз, ол кішкентай болды. Таңертең кетесің, жұмысқа жалғыз қалады, кешке келесің. Сол кездерде енді дұрыс көңіл бөлмеген шығармын. Ананы да ойлаңдар деймін да, балаларға айтам да. Сондықтан анамен ақылдасу керек. Анар апамыздың екінші келіні қырғыз қызы, қазір босқындар лагерінде. Жалғызының тұяғын тәрбиелеп отыр. Бірақ Қырғызстан билігі әзірге азаматтарын елге қайтаруға қатысты жоспарларын жарияламады. Осылайша қара жамылған ана не жалғызының басына топырақ сала алмай, не немересін бауырына баса алмай, құсалықпен күн кешуде. Отбасын ойрандаған терроризмге лағнет айтып егіледі.